Бүгін керемет шығатын асқабақ сорпасын дайындаймыз. Алдымен асқабақ, пияз, сәбіз, картоп және сарымсақты турап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған қазанымызға сары майды салып, пиязды қуырып аламыз. Келесі кезекте енді сәбіз, картоп және де сарымсақты қосып араластырамыз. Және де асқабақты қосамыз. Енді 10-15 минут қуырылады. Енді қуырылып болғаннан кейін араластырып тұз қосамыз. Ендігі кезекте сорпамызға суды қосып 20 минут күтеміз. Енді сорпамызға укропты қосамыз. Және де үстінен қара бұрышты себеміз. Қайнап болғаннан кейін асқабақты осылай блендерден өткіземіз. Ендігі кезекте үстінен сливки құямыз. Және де араластырамыз. Дайын болған сорпамызды ыдысқа құямыз. Мінекей біздің дәмді асқабақ сорпамыз да дайын болды.